Саламатсыздар ма? Біз бүгін ИПН төлеуді үйренетін боламыз. Яғни индивидуальный подоходный налог. Жеке табыс салығы деп қазақша айтылады. ИПН осы 2023 жылдың январынан бастап төлеуге міндеттелген. Оны төлеу үшін платежіға кіреміз. Все дегенді басамыз. Осы жерде штрафы и налоги деген таңдаймыз. Осы жерде платежи для ИП деген бар, соны таңдаймыз. Және осы жерде налоги для ИП таңдаймыз. Міне осындай бізде шығады, және осы сәйкесінше осы данныйларды дұрыс етіп толтырамыз. Ол үшін выберите регион басамыз. ИП қай жерде тіркелген, соны таңдаймыз. Именно ИП-ңыз қай жерде тіркелген, соны таңдаймыз. Біздің жағдайда бұл Түркістан облысында тіркелген ИП. Выберите екінші, енді выберите тип платежа деп тұр, соны таңдаймыз. Яғни бұл ИПН-ның қандай түрі? Бізге ИПН с доходов не облагаемых у источника выплаты, яғни КБК 101-202. Бізге керегі осы. Яғни бұл дегеніміз ИП өзіне төлейтін ИПН, яғни ИП егесі өзіне төлейтін ИПН. Егер де сіз ИП-ның иесі болсаңыз, өзіңіз және өзіңізге ИПН төлеу керек болса, осыны басасыз. Осыны таңдайсыз. Енді выберите УГД. Яғни управление госдоходовты таңдаңыз деп тұр бұл жерде. Бұл бізде налоговый органда таңдау керек болады. Бізде налоговый орган, осы жерде сұрақ болуы мүмкін, біз қай жерден көреміз деген. ИП-мыздың данныйын қай жерден көреміз? Егер әркімде ИП болатын болса, және оларда міндетті түрде өзінде ИП-ның бар екенін растайтын екі құжат болады. Ол біреуі талон, біреуі соның уведомлениесі, яғни талон мен хабарлама. Осы екі құжаттан сіз ИП-ңыздың қайда орналасқанын біле аласыз. Өйткені ИП-ның егесінің пропискасы басқа жерде болуы мүмкін, бірақ ИП-сы, яғни кәсібі басқа қалада болуы мүмкін, сол сияқты. Сол үшін осы жерде байқаңыздар. Және де міндетті түрде ИП-ның уведомлениесін ашып көргендеріңіз дұрыс. Мысалы, міне бізде ИП Гүлжауһардың данныйлары керек бізге. Мысалы, қазір сол кісінің ИП-сының ИПН төлейтін боламыз. Сол үшін бізге ең алдымен осы жерден міне бұл құжаттың аты бұл ИП-ның уведомлениесі деп аталады, немесе қазақша хабарлама деп аталады. Дара кәсіпкер ретінде қызметтің басталуы туралы хабарлама. Егер де осы құжатыңыз болса, міне осы жерден смело көре бересіз, қай жерде тіркелген. Осы құжаттың 5-ші пунктінде дара кәсіпкердің орналасқан орнының мекен-жайы деген бар, және ол сіздің ИП-ңыздың мекен-жайы болып табылады. ИП-ңыздың мекен-жайы кез келген жерге ауысып кетпейді, және де егер өзіңіз қалап ауыстырмасаңыз, және де ол сақталады. Бастапқыда қай мекен-жайды таңдадыңыз, сол мекен-жай соңына дейін сақталады, егер сіз ауыстырмаған жағдайда. Сол үшін осы мекен-жай бізге керек, яғни облыс Түркістанская, район Мақтааральский, село Игілік деп тұр.
осыны есте сақтап аламыз және ары қарай төлеуді бастаймыз. Бізге енді бұл жерде УГД-ны, яғни налоговый органды таңда деп тұр. Біз таңдаймыз Мақтааралды, осының ішінен таңдаймыз. Міне, РГО УГД по Мақтааральскому району, ДГД по Туркестанской области, КГД МФРК деген, бұл РГУ дегеніміз. Республика, то есть, Республиканское государственное управление, он ішіне управление госдоходов по Мақтааральскому району, Департамент государственных доходов по Туркестанской области. Және де КГД дегеніміз ол Комитет госдоходов, Министерство финансов, Республика Казахстан деген мағынаны береді. Және бізге именно керегі де осы, яғни Мақтааралдың районы. Ары қарай кеттік. Енді выберите район. Осы жерде бізге именно егер де сіздің ипіңіз районның өзінде болса, осы жерде районды таңдайсыз. Ал егер де қандай да бір ауылда орналасуы мүмкін сіздің ипіңіз, сол кезде ауылды таңдайсыз сәйкесінше. Ал бізге біздің жағдайда бұл, яғни және де бұл жерде тек қана районнан кейін сразу село деп кетуі мүмкін бұл құжатта, бірақ та арасында сельский округ деген болу керек. Міндетті түрде болады, өйткені Мақтаарал районы, Мақтаарал сельский округы және де игілік селосы соның ішінде деген сияқты болу керек. Соны анықтап аласыздар, яғни әркім өзінің ипісінің қай жерде орналасқанын біледі деп ойлаймын. Және де ол қандай, егер ауылда болатын болса, ол қандай, ол өзі тұрған ауыл, то есть ипісі тұрған ауыл қандай сельский округтың құрамында екенін де ол кісі біледі деп ойлаймын. Сол үшін біздің жағдайда бұл Мақтаарал селосы. Міне бізде ауылдық округтердің аттары шықты, яғни сельский округтердің. Осының ішінде бізге Мақтаарал ауылдық округ керек, яғни Паратакима сельского округа Мақтаарал. Осыны таңдаймыз. Міне барлық осы Мақтаарал районына қарасты барлық сельский округтардың аттары автоматом шығады, және өзіңізге керекті сельский округты таңдайсыз. Егер сіздің ипіңіз ауылда тіркелген жағдайда. Енді периодты таңдаймыз. Долги прошлых лет, бұл өткен жылдың қарыздары деп тұр, және текущий период. Бізге керегі мұнда текущий период, өйткені осы жылдан ғана бастап ИПН төлену міндеттелді, және де ол бізде текущий период болып есептеледі. Текущий периодқа ол январдан бастап, 2023 жылдың январынан бастап, осы 2023 жылдың 31 июніне дейінгі аралықты қамтиды, яғни 6 айды қамтиды. Және де осы 6 айдың 6 айдың налогын төлей бересіздер. Кез келген уақытта осы 6 айдың ішінде төлеп бітсеңіздер болды. Главный, ертерек төлеп қойсаңыздар да болады, немесе сол 6 айдан кейін бәрін қосып бірге төлесеңіздер де болады, немесе ай сайын төлеп тұрсаңыздар да болады, шатасып қалмас үшін. Біздің жағдайда бұл кісіге 2 айдың ИПН-ін төлеу керек. Енді название организацияға осы ИП-ның атын жазамыз. Оны тоже уведомлениедан көруге болады. Міне. ИП Гүл-Жауһар. Дара кәсіпкердің атауы ИП Гүл-Жауһар. Осыны таңдаймыз. ИП және де
тырнақша жазылған. И сәйкесінше жауһар. Дұрыс па? Бүкіл жауһар. Дұрыс. Енді инорганизация, бин инорганизация бұл осы кісінің иіні жазылады. Бұл бізде мына жерде 870, 134, 870, 134. Әркім өз иіндарын жазады, яғни кәсіпкер өзінің иінін жазады. Өйткені өзіне төлеп жатыр ғой бұл төлемді. Ой, то есть 931, 103. Так, 931, 805 дұрыс, е? Так, сумма. Сумма бізде болады. Сәйкесінше тағы да айта кететін нәрсе ол, егер де сіз максималды төлемдермен төлеп атқан болсаңыз, онда сізге 7350 теңге примерно төлеу керек болады ИПН-ге әр ай сайын. Ал егер де минималкамен төлеп жатқан болсаңыз, сәйкесінше қазір есептеп жүрейік оны. Өйткені бұл да бір керек нәрсе. Көбейтілген 1050 теңгені құрайды бір айға. Егер де сіздердің жаңағы егер сіздер минималкамен төлеп жатқан болсаңыздар, онда бір айға 1050 теңгені құрайды екен ИПН. Ал егер де максималкамен төлеп жатқан болсаңыздар, онда 7350 теңге төлейсіздер. Енді бізге осы 2 айға төлейтін болса, 7350-ді 2-ге көбейте саламыз. 350-ді көбейтеміз 2-ге. Ертең 14700 теңге. Егер де тағы да айтып өтейін, егер де сіздер мысалы минималкамен төлеп жатқан болсаңыздар, 1050 теңге төлейді екенсіздер ай сайын ИПН үшін. Ал егер де максималкамен төлейтін жағдайда, мысалы біздің жағдайымыз сияқты, онда 7350 теңге төлеу керек болады. Ал егер де мысалы 2 айды бізде 2 айды қосып төлейміз, сол үшін 14700 теңге төлейміз. 7350-ді 2-ге көбейткенде 14700 теңге шығады. Выберите счет для оплаты. Таңдаймыз. Және ары қарай төлеп жібереміз. К оплате деп төлеп жібереміз. Так, барлығы дұрыс па? Бір тексеріп шығайық. Туркестанская область, ИПН с доходов необлагаемых источника выплат. Өйткені бізде өзіміз үшін төлеп жатырық ИП-ның, яғни егесі үшін. РГУ УГТ по Махтарадскому району. Аппарат Акимовского Махтара. Текущий период. ИП Гүлжауһар. Ары қарай кеттік. К оплате. Қара, вводы данных дейді. Мына жерде бізге название организация қате шығып тұр деп тұр. Міне бізде барлығын толтырып шықтық. Жаңа название организация қате болып шықты деп айтқан болатынмын. Ол бізде ИП-ның данныйларын ауысуына байланысты. ИП-ның аты Сайт Гүлжауһар Бекжан қызы екен.
сол себепті де бізде автоматом қате табылды. Енді әрі қарай міне барлығы толтырылды. К оплате деп төлеп жібереміз. Барлығы дұрыс. Барлығы дұрыс болған сіздер үшін өте маңызды, өйткені кейін даналар дұрыс таңдалмаған жағдайда кейін қарыз шығып қалу мүмкіндігі болады, қаупі бар. Сонда сол үшін барлығын дұрыс асықпай толтырғандарыңыз өте дұрыс болады. К оплате. Мне шықты информация. Туркестанская область, ИПС доходов необлагаемых источников выплат, Махтаранский район, аппарата Кемасейского округа Махтарал, текущий период. Дополнительная информация. ИП сайт Гүлжахар Бекжанқызы, иіні барлығы жазылған. Міне ол уже осыдай шықса, значит дұрыс деген сөз. Ары қарай к оплате, енді ары қарай төлеп жібереміз. Подтвердить и оплатить. Міне төленді. Сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Жақсы, сау болып тұрыңыздар.